Kasım çadır boylamadı ruh, şehir dolu şehitlerdi ruh. Kasım çadır boylamadı ruh, sinir senin yüreğinde ruh. Şans eylesin merkebada ruh. İnsanlar şappa tikki gücü hükümde. Aspancının iyisinden saraydır olmaz bitti. İnsanlar kappa tikki aldan bitti. Kızdıcık geçin alanı kadirli ve babaların bası bütün. Çalımda yarışın, çalımda yarışın. Yenerli karşı olsun canlı verir sevişin. Çalımda yarışın, çalımda yarışın. Tekno! Hazır! Ortaga! Azıcık bolsa, olmaz. Ama mekteplere, Sergey Kuboy'un aşkı saltanatına sapta tutuldu. Bayazlap durgan, Sergey Mektebinin Üniversitesi'nin жетекшісі Сержант Демеу. Саламатсыздар ма, оқушылар? Сіздерді Сакен Кубок жарысына ашылғанына құттықтаймын. Еркін тұр. Еркін тұр. Жиын, жиын, Tekno! Қазақстан Республикасының мемлекеттік гимні.
жылы алғашқы тұңғыш қазақ мектебі осы өңірімізде ашылған болатын. Сәкен Сейфуллиннің бастамасымен, сол кісінің ұсынысымен осы қазақ даласына қазақ балаларын оқытатын мектеп керек деген ұсыныспен ашылған мектеп қазіргі таңда 100 жыл толық ғасыр биігіне шығып отыр. Осы 100 жылдың ішінде мектебіміз көптеген танымал тұлғаларды тәрбиелеп шықты. Соның ішінде спортшылар да, әскери
Әскери спорт ойынына бөлшектенген қызармасымен таныстырылды. Батыс көреші Демьянов Рустам Йосипович, Рамазан Болат Елубаевич, Отар Мирей Тасмалиұлы, Омар Талғат Махметович, Саматов Берік Саматұлы, Үбішев Ыбырай Қуанышбайұлы, Ғаттау Тимур Қайратович, Батырғалиев Өркен Женісұлы, Сәкен Кубогы әскери спорты ойынының шарттары мен ережесі талаптарын таныстыру үшін алғашқы әскери дайындық пәні мұғалімі Демьянов Рустам Юсупұлын ортаға шақырамыз. Барша қатысушыларға сәттілік тілейміз. Құрметті сайысқа қатысушылар, ең бірінші үлкен жауапкершілікпен осындай сайысқа келіп отырған жерде ең бірінші қауіпсіздік ережесін қатаң сақтаймыз. Залда өз-өздерін ұстаулары деген сияқты. Тамақ ішіп болған кезімізде жолдан өткенде қауіпсіздік ережелерін сақтаймыз. Пешеходтар өтіп, ешбір бала жетекшісіз дүкенге тамақ ішуге былай шығып жүрміз. Қазір рәсімнен кейін мандатты отырыс болады, әскери жетекшілер бізге жиналамыз. Форммен таныстырамыз. Господа ученики, я бы хотел предоставить вам порядок формы одежды национальной гвардии, то есть она делится на основу парада, посетенка, патрульная поставная маска, посетенка,
образце бронежилетов и каска противоударных и патроны патрульной службы старого образца для предотвращения массовых беспорядков. Особо оборонная форма включает собой особый вид, то есть это у нас аксибан, включающий собой орнаменты. Парадная форма одежды включает собой, в свою очередь, свои особые ткани, то есть особо парадные применяются для того, чтобы участвовать в особых мероприятиях, встречах президента, встречах различных мероприятий. Повседневная форма одежды представляет собой форма одежды Мультикама согласно указа президента 2024 года по переходу всех войск, то есть не только Национальной гвардии, но и всех видов войск в Мультикам. Патрульно-постовая форма одежды включает в собой такие средства, как наручники, палка разрыва, то есть для патрулирования города. Маскалат представляет собой специальный костюм для снайпера, выполнение специальных задач и выполнение тренировочных работ. Повседневная форма одежды, то есть тоже повседневная форма одежды, только включает в собой бронежилет и каску. Патрульно-постовая служба старого образца для пресечения массовых беспорядков. Спасибо за внимание. Сіздерге қазір біздегі Қазақстан Республикасында ұлттық академиясы қалай айтатын болады. Бұл бізде жалғыз және ең алғаш академия Петропавл қаласында орналасқан 4 жылдық оқу уақытылығына байланысты тез айтып кетейін. 4 жылдық оқумен қамтамасыз етіледі. Барлығы ішінде киім-кешек, үш түрлі тамақпен қамтамасыз етіледі. Оқу жылында барлық оқу әдістемелік кешендермен жабдықталасыз. және де оқу бітіргеннен кейін сіздерге лейтенант әскери шені және жоғары оқу орнының дипломы тағайын беріледі. Оқу орнын бітіргеннен кейін Қазақстан Республикасының әр облыс қалаларында орналасқан әскери бөлімдерге қызмет атқаруға жіберілесіздер. Назарларыңызға
әскери жетекшілер болайық. Elimde soksun yüreğim, elimde soksun yüreğim. Yere ulatılmayı salmayın, kureyim kurcak çalmayın, ırıp şuraya elimde soksun yüreğim, elimde soksun yüreğim. Yere ulatılmayı salmayın, kureyim kurcak çalmayın, ırıp şuraya Жәнібек болып жұмылдым, керейдей болып туылдым, қазақ хандық боп құрылдым. Ақтабанымда сүрініп, атқа көлінде шұбырып, елім айжылап қырылдым. Қобыздың бірақ құлағын домбыра болып жыладым. Дауылдарға да шыдадым, жауындарға да шыдадым. Көшпелі елім мәңгілік, көшпесін сенің шырағың. Elimde soksun yüreğim, elimde soksun yüreğim. Yere ulatılmayı salmayın, kureyim kurcak çalmayın, ırıp şuraya Қарындасымның арышын қылышқа байлап намысын, батыр боп туған барысым. Тәуелсіздіктің таңы үшін, азаттығының бар үшін, орманда кетті арысым. Көзіңнен ақты босай жер, тарихқа куә қосай бер. Азаттық алған анашым, алла бергенді асай бер. Тәуелсіз Қазақстаным мәңгілік жайна жасай бер. Elimde soksun yüreğim, elimde soksun yüreğim. Yere ulatılmayı salmayın, kureyim kurcak çalmayın, ırıp şuraya Elimde soksun yüreğim, elimde soksun yüreğim. Yere ulatılmayı salmayın, kureyim kurcak çalmayın, ırıp şuraya Қорытынды сөзін мектеп директоры Зұлқаш Баршына Мұқаевсына береміз. Қадірлі қонақтар, осымен бүгінгі сайысымыз өз мәресіне жетті. Таңертеңнен бері осы сайысқа әр жерден қатысушылар келіп, бізді қуантты. Үлкен белсенділік танытқандарыңыз үшін мектеп атынан, мектеп ұжымы атынан үлкен рахмет айтамыз. Бұл сайыс сіздердің жалпы білуге, үйренуге, дағдыларын нығайтуға құштар екендеріңізді көрсетті. Бұл сайыс сонымен қатар үлкен еңбектің, білімнің, сонымен қатар сіздердің табандылықтарыңыздың сондай бір дәлелі болды деп есептейміз. Барша келген командалар, әр мектептен келген командалар ерекше, қатысушылардың бәрі
облыстық сәкен кубогы 2025 әскери патриоттық сайысында АК-74 автоматын бөлшектеу және құрастыру жекелей 3-ші орын алған Қадырмырза атындағы номері 47-ші мектеп Тараздан жетекшісі Самат Bir minutga mына жерге. АК-74 автоматын бөлшектеу және құрастыру қыздар арасында жекелей 3-ші орын алған Құрманғазы Қыздар колледжі мамандық бөлім марапатталады. Осы мәртебе жекелей қыздар арасында 2-ші орын алған Сәкен Сейфуллин атындағы номер 11-ші мектеп-лицей-интернаты Жұмағазы Айназ марапатталады. Осы
өңірлік қолбасшылығының қолбасшысы генерал-майор Қаскеев Бегайдар Маратұлы алғыс. Құрметті Шынар Мұлкаевна, жастарды отан сүйгіштік рухта тәрбиелеуісіне қосқан елеулі үлесіңіз қоғамдық белсенділігіңіз бен жас ұрпаққа үлгі боларлық қызметіңіз үшін алғыс білдіремін. Дәл осындай мәтіндегі алғыс Рустам Иосифович. Белсенділік барысында өткізілген Сәкен кубогы әскери спорттық ойында ерекше белсенділік танытып, жоғары тәртіптілік, ұйымшылдық және отансүйгіштік қасиеттеріне көзге түскені үшін марапатталады. Құрман Байсейітов атындағы жалпы орта білім мектебінің оқушысы Мұран Айкөркем. Дәл осындай мәтінде Қорай Алтынсарин мектебінің оқушысы Сатыбаев Бексұлтан. Қазақстан Республикасында нөмір